Жетпіске келгенімде өмірдің бар қиындығын көрдім деп ойлайтынмын. Бірақ ең ауыр соққы дәл осы жаста келеді деп ешқашан елестетпеппін. Сол таң әлі есімде. Кемпірім Гүлнәр ертемен үнсіз ғана киініп жүр екен. Әдеттегідей шай дайындамайды, үйдің іші де тым-тырыс. Мен төсектен тұрып: «Ей Гүлнәр, бүгін ерте ояныпсың ғой» дедім. Ол артына бұрылмай: «Мен кетіп барам» деді. Алғашында қалжың шығар деп күлдім. «Қайда барасың, немерелерге ме?» «Жоқ, бұл үйден бір жола кетемін». Қолымдағы кесе жерге түсіп быт-шыт болды. 47 жыл бірге тұрған адамнан мұндай сөз естимін деп кім ойлаған? «Не айтып тұрсың?» «Шаршадым». Бар болғаны бір ауыз сөз: «Шаршадым». Мен үндей алмай қалдым. Осы үйді салған кім еді? Балаларды жеткізген кім еді? Қыстың қақаған аязы мен жаздың аптап ыстығында отбасы үшін жанталасқан кім еді? Шаршадым. Сол бір сөз бәрін жоққа шығарғандай болды. Гүлнәр асықпай шкафты ашып, көптен кимеген көйлегін, ескі суреттерін, бірнеше кітабын жинады. Алтындарын алмады, қымбат киімдерін алмады, тек өзінің жанына жақын дүниелерді ғана алды. Менің жүрегімде бір үміт бар еді. Қазір тоқтайды, жылап жібереді, мені құшақтайды. Бірақ ол тоқтамады. Есіктің алдына келгенде ғана бұрылып қарады. Көзінде өкініш бар, бірақ шешімі өзгермеген. «Ренжіме, мен енді өзім үшін өмір сүргім келеді». Есік жабылды. Сол дыбыс маған табыттың қақпағы жабылғанда естілді. Кешке дейін орнымнан қозғала алмадым. Үйдің әр бұрышында оның ізі тұр. Ас үйдегі алжапқышы, керез алдындағы гүлдері, тоқып жүрген жартылай жемпірі, көзілдірігі, шай ішетін сүйікті кесесі. Ол жоқ. Бірақ бүкіл үй оның иісіне толы. Мен еріксіз телефонымды алып, үлкен ұлым Нұрланды шақырдым. «Әке, не болды?» «Анаң кетіп қалды». Арғы жақ үнсіз қалды. «Қалай кетіп қалды?» «Бір жола». «Болмайды». Бір сағаттан кейін 4 балам да үйге жиналды. Қызым Динара ең бірінші анасына телефон шалды. Телефоны өшірулі. Кенже ұлым Ермек ашуланып кетті. «Әке, тағы ұрыстыңдар ма?» «Жоқ». «Онда не болды?» «Білмеймін». «Қалай білмейсің?» Мен үнсіз отырдым. «Шынымен де білмеймін». Балалар бірінен соң бірі анасына хабарласты. Еш жауап жоқ. Сол кезде үлкен қызым көз жасын сүртіп: «Әке, анам бұлай істейтін адам емес, бірдеңе болған». Оның осы сөзі мені өткен күндерге жетелеп әкетті. Шынында да, Гүлнәр қандай адам еді? 18 жасында маған тұрмысқа шыққан. Жоқшылықты да бірге көрдік. Жалдамалы пәтерді де, қыстың суығында пеш жаққан күндерді де, балалар ауырғанда түн ұйқысын 4 бөлген кездерді де. Мен жұмыс істеп жүргенде ол бәрін үнсіз көтеретін, еш қашан шағымданбайтын, ештеңе сұрамайтын. Сол үнсіздігіне үйреніп кетіппін. Оның үндемегенін бақыт деп ойлаппын. Түн ортасы ауғанда ұйықтай алмадым. Шкафтың есігін аштым. Оның киімдері жоқ. Кек төменгі сөреде ақ матамен оралған жұқа дәптер жатыр екен. Мен бұрын мұндай дәптерді көрмеппін. Ақырын аштым. Алғашқы бетінде әдемі әріптермен бір ғана сөйлем жазылыпты. «Егер бұл дәптерді оқып отырсаң, демек мен кетіп қалғанмын. Енді сен менің 47 жыл бойы айта алмаған сөздерімді оқисың». Дәптер қолымнан сусып кете жаздады. Көзім қарауытып, жүрегім атша тулады. Мен орындыққа бая отырып, алғашқы бетті аудардым. Дәптердің бірінші бетін ашқан сәтте қолым дірілдеп кетті. Бұл жай ғана ескі қойын дәптер емес еді. 47 жыл бойы мен естімеген, естуге де тырыспаған сөздердің куәсі болатын. Алғашқы бетте: «Қайрат, егер сен бұл жолдарды оқып отырсаң, мен бұл үйден кетіп қалғанмын. Мен сені жек көргеннен кеткен жоқпын. Мен өзімді жоғалтып алғандықтан кеттім». Көзіме еріксіз жас келді. Келесі жолдарды асыға оқи бастадым. «Біздің үйленген күнім әлі есімде. Сенің ескі костюмым, менің анан тігіп берген аппақ көйлегім. Бізде байлық болған жоқ, бірақ арманымыз көп еді. Сен маған еш қашан жылатпаймын дегенсің. Сол сөзіңе сендің бе білмеймін, ал мен өмір бойы сендім». Дәптердің әр сөйлемі жүрегімді қарып бара жатты. Есіктің қоңырауы шырылдады. Көршіміз Сәлима апай екен. «Балам, Гүлнәр қайда? Таңертең чемоданмен кеткенін көріп қалдым. Не дерімді білмедім». «Кетті». «Қайда?» «Білмеймін». Сәлима апай ұзақ үнсіз тұрды. «Қайрат, әйел адам бір күнде кетпейді. Оның кетуіне жылдар керек». Осы сөз мені селт еткізді. Расымен, бұл бір күнде қабылданған шешім емес еді. Түске қарай балалар тағы жиналды. Үлкен ұлым Нұрлан ашуға булығып жүр. «Әке, сен бірдеңені жасырып отырсың?» «Жоқ». «Онда анамыз неге кетеді?» Мен үнсіз дәптерді үстелге қойдым. «Мынаны оқыңдар». Алғашқы бетті Нұрлан оқыды. Дауысы біртіндеп бәсеңдей берді. Қызым Мадина жылап жіберді. Ал кенже ұлым Ермек орнынан тұрып кетті. «Жоқ, бұған сенбеймін». Дәптердегі келесі жазба бәрімізді үнсіз қалдырды.
Қайрат жаман адам емес. Ол ішпейді, ұрмайды, ешқашан бөтен әйелге кеткен жоқ. Бірақ кейде әйелді өлтіру үшін қол көтерудің қажеті жоқ екен. Оның армандарын байқамай, үнсіздігін елемей, жанын жалғыз қалдырудың өзі жеткілікті. Мен көзімді жұмдым. Осы сөздер мені өзімнен бездіріп бара жатты. Расымен, мен соңғы рет одан не қалайсың деп қашан сұрап едім, есіме түспеді. Кешке қарай балалар үйлеріне қайтты, бірақ ешқайсысының көңілі орныққан жоқ. Үй тағы да қаңырап бос қалды. Мен ас үйге кіріп шай қойдым. Әдетімше 2 кесе алыппын, біреуін қайта орнына қойдым. Сол сәтте көзім тоңазытқыштағы кішкентай қағазға түсті. Гүлнәрдің қолжазуы. Дәріңді кешке 8-де ішуді ұмытпа. Жүрегім шым ете қалды. Өзі кетсе де, менің дәрімді ойлап кеткен. Сол қағазды құшақтап отырып, көз жасымды тыя алмадым. Түн ортасында ұйықтай алмай тағы дәптерді аштым. Келесі бетте менің бір ғана арманым болды. Бір күні Қайрат: "Бүгін ештеңе істеме, демал, сен көп шаршадың" десе екен деп күттім. Сол сөзді 47 жыл күттім. Кеудемді өксік қысты. Мен ондай сөзді шынымен бірде-бір рет айтпаппын. Үйдің қамы, балалардың қамы, малдың қамы, жұмыстың қамы, бәрін ойладым. Бірақ сол үйдің тірегі болған әйелдің жанын ойламаппын. Дәптердің соңғы жолдарын оқып отырып, бір нәрсеге көзім түсті. Беттің төменгі жағында бір мекенжай жазылыпты. Тек 3-ақ сөз: "Мені осы жерден ізде". Бұл қандай жер? Неге дәл сол мекенжай? Неліктен балаларға айтпаған? Мен қағазға қайта-қайта үңілдім. Ол мекенжай маған өте таныс сияқты. Бірақ қайдан? Сол түні таң атқанша көз ілмедім. Ертеңіне сол мекенжайға жалғыз өзім баруға бел будым. Ішімде бір ғана қорқыныш бар еді. Кеш қалып қойған жоқпын ба? Қаңғылаң бере оянып кеттім. Түнде көз ілгенім шамалы. Басыма қайта-қайта Гүлнәрдің дәптеріндегі 3-ақ сөз орала берді. "Мені осы жерден ізде". Қағазға тағы бір үңілдім. Мекенжайды көрген сайын жүрегім әлденені сезетіндей тулайды. Бұл көшенің атауы маған өте таныс, бірақ қайдан? Кенет санам жарқ ете қалды. Жоқ, болуы мүмкін емес. Бұл біздің алғаш танысқан ауылдың шетіндегі көше еді. 50 жылға жуық уақыт өтті. Әлгі ескі көшені әлде қашан ұмыттым деп ойлағанмын, ал Гүлнәр ұмытпатты. Балаларға ештеңе айтпадым. Ескі көлігімнің кілтін алып, жолға шықтым. Шілденің аптап ыстығы, жол бойындағы сарғайған дала, анда-санда көрінетін жалғыз ағаштар, көкжиекке сіңіп бара жатқан қара жол. Бәрі баяғыдай, тек мен ғана өзгеріппін. 70-ке келген қария болсам да, дәл сол күні өзімді өмірден қорқып қалған жас баладай сезіндім. 2 сағаттан кейін ауылға жеттім. Бәрі өзгерген. Бұрынғы дүкен жоқ, мектеп жаңарыпты. Көптің орнына жаңа ғимарат салыныпты. Тек орталықтағы алып терек қана баяғы орында тұр екен. Сол теректің түбінде біз алғаш сөйлескенбіз. Гүлнәр 18 еді, мен 22-де болатынмын. "Аға, біреуді іздеп жүрсіз бе?" Дауыстан селк етіп артыма қарадым. Жасы 60-та шамасындағы әйел екен. "Е, мына мекенжайды іздеп жүр едім." Қағазды көрсетті. Әйел оқып шықты да маған таңырқай қарады. "Сіз Қайрат аға емессіз бе?" "Е, мені танымадыңыз ба? Мен Күләшпін." Гүлнәрдің мектептегі құрбысы. Бірден есіме түсті. Ұзын бұрымды, үнемі күліп жүретін кішкентай қыз. Енді шашына ақ кірген әже болыпты. "Гүлнәр осында ма?" Күләш күсініп алды. "Иә, бірақ ол сіздің келетініңізге сенген жоқ." "Қайда?" "Жүріңіз." Біз ауылдың шетіндегі шағын ғана үйге келдік. Ескі қоршау, гүлге толы аула. Керезе алдында ақ раушандар жайғалып өсіп тұр. Мына үй? Иә, бұл Гүлнәрдің ата-анасының үйі еді. Кейін бос қалып кеткен, 1 ай бұрын жөндетіп алды. Мен үнсіз қалдым. Ол бәрін алдын ала жоспарлаған екен. Күләш маған жайлап қарап: "Қайрат аға, кірмес бұрын бір нәрсе айтайын." "Айт." "Гүлнәр сізді ешқашан жек көрген емес." "Онда неге кетті?" Күләш көзіне жас алды. "Себебі ол өзін ұмытып кеткен." Мен үнсіз есікке жақындадым. Жүрегім кеудеме сыймай барады. Есікті жайлап қақтым. Біраздан кейін іштен аяқ дыбысы естілді. Есік ашылды. Алдымда Гүлнәр тұр. Үстінде қарапайым көк көйлек, шашын ақ орамалмен түйіп алыпты. Жүзі бұрынғыдан жүдеу көрінгенімен, көзінде бір түрлі тыныштық бар. Біз бірнеше секунд үнсіз қарап тұрдық. 50 жылға жуық бірге тұрған адамдардың арасында сөздің қажеті жоқ сияқты. Ақыры мен: "Үйге қайтшы", дедім. Ол басын баяу шайқады. "Жоқ." "Неге?" "Өйткені мен енді алғаш рет өз үйімде тұрмын." Бұл сөздің мәнін түсіне алмадым. Бұл да біздің үйіміз емес пе? Гүлнәр мұңайып жымиды. "Жоқ, Қайрат, бұл менің әкемнің үйі.
Ал сенің үйіңде мен үнемі біреудің әйелі, біреудің анасы, біреудің әжесі болдым. Бірақ ешқашан өзім бола алмадым. Менің айтар уәжім таусылды. Осы кезде іштен әлсіз жөтел естілді. Үйде біреу бар ма деп сұрадым. Гүлнәр сәл бөгеліп қалды. Бар. Жүрегім шым ете түсті. Кім? Ол үнсіз ішке бұрылды. Мен оның соңынан ердім. Бөлменің төрінде ескі ағаш кереует тұр екен. Сол кереуетте 80-нен асқан қария әйел жатыр. Жүзі әбден әжім басқан, көзі әрең ашылады. Мені көргенде әлсіз жымиды. Қайрат, келдің бе? Мен таңырқап қалдым. Кешір, танымадым. Гүлнәр жай ғана. Бұл менің туған әпкем. Сен оны өмірінде бір-ақ рет көргенсің. 40 жылдан бері төсек тартып жатыр. Мен саған ол туралы ешқашан айтпадым. Мен аң-таң болып қатып қалдым. 47 жыл бірге тұрған әйелімнің туған әпкесі бар екенін, әрі оның осындай халде жатқанын мен қалай білмегенмін. Сол сәтте Гүлнәр маған тіке қарап, Қайрат, біздің өмірімізде сен білмейтін нәрсе өте көп, деді. Ал мен алғаш рет әйелімнің өмірі туралы ештеңе білмейтінімді түсіндім. Үйдің іші тым-тырыс еді. Тек қабырғадағы ескі сағаттың тықылы ғана уақыттың өтіп жатқанын білдіріп тұрды. Мен кереуетте жатқан кейуананың жүзіне қайта-қайта қарадым. Жүзінде Гүлнәрге ұқсайтын бір нәзіктік бар. Бұл шынымен сенің әпкең бе? Дедім ақырын. Гүлнәр басын изеді. Иә, аты Сәлима. Бірақ сен неге маған ешқашан айтпадың? Гүлнәр күрсінді. Айтқым келген, талай рет айтқым келген, бірақ сенің уақытың болмады. Оның осы бір сөзі мені үнсіз қалдырды. Сәлима апай әлсіз дауыспен, қызым, шайың қайнап кеткен шығар, деді. Гүлнәр жымиып, қазір әпке, деп ас үйге кіріп кетті. Мен болсам бөлменің ортасында сілейіп тұрдым. 47 жыл. 47 жыл бойы әйелімнің туған әпкесінің барын білмеппін. Бұл қалай мүмкін? Гүлнәр шай әкеліп алдыма қойды. Шайды бұрынғыдай үнсіз құйды. Бір кезде дәл осылай күнде шай құятын. Мен ішетінмін, ол үнсіз ғана дастарханды жинайтын. Мен ешқашан оның жүзіне ұзақ қарап, не ойлап отырғанын сұрамаппын. Сол үнсіздік бізді бір-бірімізден алыстатып жіберген екен. Қайрат, деді ол жай ғана. Сен бір нәрсені түсінуің керек. Айт. Мен бұл үйден басқа еркек үшін кеткен жоқпын. Мен ондай ойлағанда жоқпын. Мен бостандық іздеп біткен жоқпын. Онда не іздедің? Ол терезеге қарап біраз отырды. Өзімді... Мен жауап бере алмадым. Сол кезде Гүлнәр сөреден тағы бір ескі альбом алып келді. Мұнаны көр. Алғашқы бетінде ескі қарақ сурет. Жас жігіт, жас қыз, екеуі күліп тұр. Қыз Гүлнәр, жігіт мен. Суреттің артында өз қолыммен жазған сөз тұр екен. Гүлнәр, өмір бойы сені бақытты етемін. Қолым дірілдеп кетті. Мен осы сөзді шынымен жазғанмын. Бірақ орындай алдым ба? Келесі суретте тұңғышымыз Нұрлан дүниеге келген кез. Үйдің іші жопыны. Мен мәзбін, ал Гүлнәрдің жүзі шаршаңқы. Ол суретке бұрын жүздеген рет қараған шығармын. Бірақ дәл бүгін алғаш рет әйелімнің көзіндегі мұңды байқадым. Гүлнәр суретті қолына ал. Осы күні дәрігер маған жүрегіңе салмақ салма, демал деген еді. Иә, бірақ сен жұмыстан келіп, ертең шөп шабуға шығамыз дедің. Менің есінде жоқ, оның есінде бәрі қалыпты. Мен сені қимай шықтым, баланы анақа қалдырып, күні бойы шөп жинадым. Сол күні кешке қам қысымым көтеріліп, есімнен танып құлағамын. Жүрегім шымырлап кетті. Неге айтпадың? Айттым. Есінде жоқ. Иә, сенің есінде жоқ, ал менің жүрегімде қалып қойды. Бөлме іші ауыр үнсіздікке толды. Бір кезде Сәлима апай әлсіз ғана жөтеліп, «Қызым, Қайратты кінәлай берме. Ер адамдар кейде сүйгенін қалай жақсы көруді білмейді», деді. Мен көзімді төмен салдым. Бұл сөзден кейін өзімді ақтайтын бірде-бір себеп табылмады. Кетер кезде Гүлнәр мені есікке дейін шығарып салды. «Қайрат?» «Иә, балаларға мені іздемесін де. Олар сені сағынып жүр. Мен де оларды сағындым. Онда қайт?» Ол басын шайқады. «Әлі ерте. Неге?» Ол ұзақ үнсіз тұрды. Сосын жай ғана, «Өйткені сен әлі бір шындықты білмейсің». «Қандай шындық?» Гүлнәр көзіме тіке қарады. «Есінде ме? Осыдан 35 жыл бұрын бір қыз дүниеге келген еді». Жүрегім зу ете қалды. Әрине, бірақ ол сәби 3 күннен кейін шетінеп кеткен. Гүлнәрдің жанары жасаурап кетті. Ол ақырын ғана басын шайқады. «Жоқ, Қайрат. Не дейсің? Сол күні саған өтірік айтылған». Менің тізем дірілдеп кетті. Демім тарылып, қабырғаға сүйене кеттім. Гүлнәрдің ерні қалтырап тұрды. Біздің қызымыз өлмеген. Гүлнәрдің соңғы сөзі менің бүкіл өмірімді төңкеріп жіберді. Біздің қызымыз өлмеген.
Мен отырған орнымнан атып тұрдым. Бұл қалай? Гүлнар көз жасын сүртіп, баяу сөйлей бастады. Ол күні босану өте ауыр болды. Дәрігерлер баланың жағдайы қиын екенін айтты. Сен сыртта жылап отырдың. Кейін бір дәрігер келіп, қызыңыз шетінеп кетті деді. Сен сол сөзге сендің. Ал сен? Маған да солай айтты. Бірақ 3 жылдан кейін аудандық ауруханада жұмыс істейтін бір медбике кездесіп қалды. Ол мені танып, шындықты айтты. Менің кемім ішіме тығылып қалды. Қандай шындық? Қызымыз тірі туған. Бірақ сол жылдары сәбиі болмай жүрген бір ықпалды отбасы заңсыз жолмен оны асырап алған. Құжаттары өзгертілген. Көзімнен жас ыршып кетті. Неге маған айтпадың? Айттым, бірақ сен ол кезде әкеңнен айырылып, шаруашылықтың ауыртпалығын көтеріп жүргенсің. Кейін іздей бастадық, бірақ ізіміз суып кетті. Жылдар өтті. Мен сенің жаныңды тағы жаралағым келмеді. Сонда сен оны тауып алдың ба? Дедім қалтырап. Гүлнар үнсіз басын изеді. 2 жыл бұрын. Не? Иә. Алмаған неге айтпадың? Ол ауыр күрсінді. Өйткені мен алдымен өзіңді табуым керек болды. Жылдар бойы бәрі үшін өмір сүрдім. Сен үшін, балалар үшін, немерелер үшін. Бір рет болса да өз жүрегімді тыңдағым келді. Сол күні кешке Гүлнар мені қала шетіндегі шағын үйге ертіп барды. Есікті орта жастағы әйел ашты. Шамамен 45 жаста. Жүзі Гүлнардың жас кезіне айнымай ұқсайды. Көздері дәл менің көзім. Әйелге ұзақ қарап тұрды. Сосын жай ғана: "Әке." Мен сол сәтте тізерлеп отыра кеттім. 45 жыл бойы көрмеген қызым келіп мені құшақтады. Екеуміз үнсіз жыладық. Өткен жылдарды ешкім қайтара алмайтын еді. Бірнеше ай өтті. Мен бұрынғы үйімді сатып жібермедім. Бірақ жалғызда тұрмадым. Апта сайын Гүлнарға барып тұрдым. Алғашында тек шай ішіп қайтатынмын. Кейін бақшасын бірге күттік. Гүл отырғыздық. Әңгімелестік. Кейде үнсіз отыратынбыз. Сол үнсіздік бұрынғыдай ауыр емес еді. Екеуміз бір-бірімізді алғаш рет тыңдай бастағанда едік. Бір күні мен оған: "Үйге қайтшы" дедім. Ол күлімсіреп: "Қай үйге?" Мен ойланып қалдым. Сосын жай ғана: "Сен бар жер менің үйім екен." Гүлнардың көзінен тағы да жас шықты. Ол қолымды ұстады. "Қайрат, біз енді жас емеспіз." "Білем. Өткен өмірді қайтара алмаймыз." "Оны да білем. Бірақ қалған өмірді әдемі өткізе аламыз." Мен басымды изедім. Біз қайтадан бір шаңырақтың астына көшіп бармадық. Бірақ күн сайын кездесіп тұрдық. Бірге серуендедік. Балаларымыз, немерелеріміз жиналған дастарханда қатар отырдық. Бұл жолы мен Гүлнар сөйлегенде сөзін бөлмейтін болдым. Ол күргенде ұзақ қарап отыратынмын. Шашаса, шайын өзім құятынмын. Кеш қалған қамқорлық болса да шынайы еді. Бір көктем күні Гүлнар бақтағы ақ раушандарға қарап тұрып: "Білесің бе, Қайрат, мен сені ешқашан сүймей қалған емеспін" деді. Мен үнсіз жымидым. "Мен де. Онда неге осынша алыстадық?" Мен аспанға қарап: "Сүйген адамдар кейде бір-бірін жоғалтып алмайды. Олар тек тыңдамай қалады екен." Гүлнар басын иығыма қойды. "Ең бастысы, біз бір-бірімізді кеш тыңдасақ та тыңдай алдық." Арада 3 жыл өтті. 73 жасында Гүлнар мәңгілік сапарға аттанды. Соңғы демінде қолымды қысып: "Рахмет, соңғы 3 жылым бүкіл өмірімнің орнын басты" деді. Мен көз жасымды тия алмадым. Оны ақ раушандардың жанына жерледім. Өзі жақсы көретін гүлдердің ортасына. Қазір 80-ге таяп қалдым. Күн сайын қолыма 2 кесе аламын. Біріне өзіме шай құямын, екіншісін бос қоямын. Өйткені махаббат бірге тұрумен өлшенбейді. Ол бір адамның кеткеннен кейін де жүрегіңде орын қалдыруында. Мен енді жалғыз емеспін. Өйткені Гүлнар маған ең соңында бір ғана нәрсені үйретіп кетті. Адамды жоғалтқаннан кейін емес, қасында жүргенде бағала.